Кітап номер 135 Иван Тургеневтің «Екі дос» деген повесті, жалпы шағын кітап, 93 беттен тұрады. Аудармасын жасаған Қоңыр күзеді деген повестің авторы Қалихан Ысқақ екен. Енді автордың өзі бізде алғашқы рет кездесіп тұр. Иван Сергеевич Тургенев 1818 жылы 9 қарашада Орел деген Ресей империясындағы жерде дүниеге келген және 1883 жылы 3 қыркүйекте Франция жеріндегі Бужеваль деген жерде 64 жасында дүниеден өткен екен. Орыстың ұлы жазушыларының бірі, Толстойдан да, Достоевскийден да жасы үлкен, айтулы көрнекті қаламгері. Енді бұл повесть не туралы? Бұл Ресейдің орта аймақ губерниясындағы атамекеніне 1840 яғни белгісіз 41 жылдары 26 жасына ауған шағында Борис Андреевич Визовнин қаладан жаңағы өзінің ауылына қайтты дейді. Белгілі бір үй шаруашылығын жаңағыдай ретке келтіремін деп, сол өзінің шаруашылық жеріне қайтты дейді. Және ол жерде ол бойдақ, жалғыз өзі ғана, оның көрші имениясындегі бір көршісі болды дейді. Ол осыдан 6-8 жас үлкендігі бар Петр Васильевич Крупицын деген кісі еді дейді. Екеуі сондай бір күнде бір-біріменен уақыт өткізетіндей болды дейді. Күнде бір-біріне қонаққа барады, жаңағыдай қор шегеді дейді, солмен әңгімелесіп отырып күндерін өткізеді дейді. Басқа істейтін ештеңе жоқ, тек шаруаларды ғана қарап, соларды бақылап, басқарып жүреді дейді. Ал жаңағы Петр Крупицынның Македония деген ісін басқарушы әйел болған дейді. Кәрі жастағы оны ол Калигула деп атайтын дейді. Сөйтіп екеуі күндердің күнінде әңгімелесіп отырған кезінде ойда жоқта Петр тұрып Бориске айтады: мен саған бір айтайын ба, не істеу керек? Сен әскерге бармадың ба? Жаңағыдай, сен әбден ішің пысты ғой, сен оқыған азаматсың ғой деп. Мен әскерге барып маған керек емес, мен өзімдікін отслужил деген секілді өзінің уәжін айтады. Бірақ оған Петр оған көніңкіремей, ендеше саған үйлену керек дейді. Үйлену үшін қыз табу керек, мен саған біреуді тауып қойдым деп, екеуі чыттай киініп Софья Кирилловна Заднепровская деген әйел адамның үйіне барады. Келіншек, ол кісі жаңағыдай жесір екен, ажырасқан, жас шамасы 25-27 шамасындағы келіншек екен. Және ол үйге барып, екеуі әңгіме дүкен құрып, үшеуі отырып, ол әйел темекінді шегеді екен, жаңағыдай алкогольдік ішімдікті аздап ұрттайды екен. Ол кезде әйелдердің ондай әрекеттері ерсі көрінетін, және осы Софья соны түсінбейтіндігі, елдің бостан-бос оны қыжыртатындығы туралы әңгімесін айтып, сондай өзінің еркін адам екендігін білдіреді. Бірақ бұл әйел Софья Бориске ұнамайды. Сонымен бұлар қайтып келеді, бірнеше күн өтеді. Борис өзінің аса қатты ұнамағандығын айтады. Онда дейді Петр: мен сені Тиходуевтерге апарам дейді. Сол жаңағы Софьяның үйінің маңайында тұратын Тиходуевтердің үйіне екеуі қонақ болып барады. Ол үйде Тиходуевтен бөлек әйелі Пелагея және 2 қызы бар екен. Біреуінің аты да Пелагея, екіншісінің аты Эмеренция екен. Эмеренция деген сондай бір еті тірі, толық қыз екен де, Пелагеясы жуастау, момын қыз екен. Эмеренциясы өзін ұнау үшін барын салып, өзінің білгіш екендігін білдіру үшін сондай бір іс-әрекеттерге барып, өзін жаңағыдай жақсы жағынан көрсетпекші болады. Десе де, ол Эмеренция Бористің көңілінен шықпайды. Керісінше, момын болса да бұйығы Пелагеяға жаңағыдай сол ұнайды Эмеренциядан қарағанда. Бірақ олар да толыққанды үйленетін қыз болмағандықтан, бұл да жауапсыз қалады. Бірнеше күн өткеннен кейін барып Борис Петрді үйіне шақырып алып, тағы айтады: сен маған үйлендірем дегенің қайда? Уәдең
Ендеше мен сені тағы да бір үйге апарамын дейді, бірақ ол саған ұнамауы мүмкін дейді. Барсукова Вера деген қыз бар, Барсуковтың үйінде. Қызы мен әкесі ғана тұрады. Сонда қарапайым үйдің шаруасына тиянақты қыз дейді. Сөйтіп шамамен жасы 20-ға толмаған 19-жар шамасындағы қыздың үйіне, жаңағы Барсуковтың үйіне барады. Барсуковтың бір қызық сипаттамасы, кез келген нәрсеге бұрау дей береді екен. Кезінде Сәбит Мұқановтың телефонмен сөйлескен кезде жақсы болған екен деп әр нәрсеге сондай бір сөзбен жауап қайтатын секілді, бұл Барсуковта бұрау дей береді екен. Ол жақсы нәрсе болсын, жаман нәрсе болсын, сондай несі екен, әдет екен. Сонымен Барсуковтың үйіне барып, Вераға Бористің көңілі түседі. Себебі сондай бір сүйкімді қыз екен дейді. Үйдің шаруасына тиянақты, пысық, қонақтарды күтуші екен. Сөйтіп осы Барсуковаға Бористің көңілі кетіп үйленбекші болады. Бірнеше күн қонақ болып бара жүріп, тіпті жиілеп кетеді. Ақыры Петрға Борис ағынан жарылып, жаңағы Вераға үйленетіндігін айтады. Бірақ Вера, мен саған лайықты емеспін ғой, сен оқыған азаматсың, мен оқымаған, үйде отырып қалған қызбын деп десе де, екеуі осыған қарамастан үйленеді. Үйленгеннен кейін бірақ Борис Визовнин өзін таба алмай, жаңағы Верамен де дұрыс тіл табыса алмай, ақыры мен саяхатқа кеттім деп аяқ асты жүгін жинап алып, ештеңе айтпастан кетіп қалады. Тек досы, көршісі Петрға ғана хат жазып, біраз саяхаттап келетіндігін мәлімдейді. Сөйтіп анда барып, мында барып, соңы Парижға барып, Парижда белгілі бір жаңағы әскери адаммен қақтығысып, дуэльге шығып, ақыры жарақаттанып, сол жақта көз жұмады. Сонымен біраз уақыт бойы Вера Барсукова қайғы жұтып жүреді, бірақ сондай қатты жақсы көрмегендігінің себебі ұмыта бастайды. Сөйтіп әкесінің қасына алып алады. Ақыры осы досы Петр Кульпицинға екінші рет тұрмысқа шығып, сонымен бақытты күндері басталады. Міне сондай шағын ғана повесть болғанымен қызықты оқиғалар желісіне тізбектелген жақсы шығарма екен. Жақсы, енді келесі кітабымызды анықтайық. 136. Марат Қабанбай, Арыстан, мен виолончель және қасапхана.